Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Нұржан Рзабеков, Forex трейдер. Бүгінгі сабақта демо аккаунт ашып және MetaTrader 4 платформасын қолданып үйренетін боламыз. Жалпы MetaTrader'ның әртүрлі нұсқасы бар: телефонға және де компьютерге, Windows, Mac версияларына. Бірақ бүгінгі сабақта біздер телефонмен қолданатын боламыз. Сондықтан да телефондарыңызға MetaTrader 4 приложениесін жазып алуды сұраймын. Ол Play Market'те болуы керек. App Store'дан жазып алмайтын сияқтысыздар, себебі оны App Store банға жіберген болатын. Енді біз таңдағанымыз MetaTrader бұл тек қана платформа. Енді брокер IC Market брокерін таңдадым, себебі ең оңай демо аккаунт ашуға брокер. Регистрация жасайсыздар, өте оңай. Содан кейін осындай Open a New Demo Account деген парақшаға кіріп, мына жерде Account Type Browse Spread, Trading платформа MetaTrader 4, сосын Leverage 100 қоясыздар. Артынша капиталыңызды таңдауға, яғни мен мына жерде 5000 деп қойдым, $5000 деген. Өздеріңіздің қалауларыңызша 100 000, 200 000 етіп қоя берсеңіз де болады. Демо аккаунт ашу өте оңай. Ашып болғаннан кейін осындай сіздердің жалпы аккаунт номерлеріңіз, одан кейін аккаунттың паролі. Артынша сіздер мына жерде IC Market SC Demo 4 деген серверді көресіздер. MetaTrader жазып болғаннан кейін сіздер міндетті түрде өздеріңіздің телефондарыңыздан MetaTrader платформасын ашып, артынша біз трейд ашатын боламыз. Қазір сіздерге мына биткоин маркетінде біздер трейд ашуға тырысамыз. Мынандай мен трейд ашқым келіп тұр, яғни төменге шорт позициясын таңдап, биткоин бағасы 23395 келген кезде шорт ашқым келіп тұр. Енді бізге лот сайз дейді, лоттың санын өлшеу керек. Яғни MetaTrader'да сіздер қанша ақша рисковать етіп, қанша ақша, яғни тәуекелге қойғандарыңыздың барлығын есептеп алуларыңыз керек. Ол үшін осындай арнайы жалпы лот сайз есептейтін калькуляторлар бар. Оны Google-дан әртүрлі калькулятор арқылы табасыздар. Менің кірген таңдағаным rabatkingfx.com деген парақша. Осында инструмент биткоинді таңдадым, депозит currency долларды таңдадым, яғни бізде аккаунттың ақшасы жалпы $5000. Мына жерде көрсетіп жатырған, видеода көрсетіп жатырғандай, жалпы 0,6% мен аккаунтымнан тәуекелге қойғым келеді, яғни $5000 мен 0,6% тәуекелге қойып отырмын. Мына жерде маған лоттың санын есептеп берді, қанша қою керек, қанша мен ашу керек позицияны дегенде. Яғни мен мына жерде open price 23395 етіп қойдым, стоп-лоссты 23430 етіп қойдым. Содан кейін мына жерде маған лоттың бағасын есептеп берді. Тағы да мына жерде көріп отырғандарыңыздай қанша доллар риск, яғни тәуекелге қойылып отырған көріп тұрсыздар. $30 тәуекелде, яғни ол 0,6% біздің жалпы капиталымыздан алғанда. Енді барлығын жасап алғаннан кейін сіздермен бірге трейд ашуға тырысайық. Міне MetaTrader приложениесін жалпы телефонға жазып алдым. Қазір мына жерде көріп отырғаныңыздай запись экраны жасадым iPhone-ма, яғни экранын жазып жатырмын. Міне MetaTrader'да аккаунты плюсты басамыз, логин немесе open деген бар. Логинді басамыз, себебі біз ашып қойған болатынбыз IC Market'тан. Мына жерге IC Market'тың қай аккаунт типін таңдаймыз. Яғни бізде IC Market CC Demo 04 деген болатын. Соны тауып керек. Мен мына жерде тауып алдым оны, бірақ тағы да жазып көрсетейін. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай CC Demo 04. Логинға IC Market беріп отырған номерді жазасыздар, яғни 446 35 357 деген. Артынша парольді теру керек болады астына. SUGH41 деген паролі. Одан кейін аккаунтқа кірген кезде сіздерде стандарт балансыңыз $5000, артынша оны мына IC Market брокер
толтырып отыруға болады. Мына жерде әртүрлі символдар таңдауыңыз болады. Мысалы биткоин негізі ол форексқа арналғандықтан форекстің маркеттар жалпы инструменттері тұр мына жерде. Сондықтан мен оның барлығын алып салып отыруға болады. Мына жерде биткоин көріп отырғаныңыздай біз жаңа аштық. 0.83 деген лот. Міне осы жерге жазатын боласыз. Егер түсінбей отырғандарыңыз болса, нені есептеп жатырмын. Sell лимит қоямыз, яғни мен маркетына осы 23.395.03 деңгейіне келген кезде менің позициям ашылады автоматты түрде. Яғни біз MetaTrader приложениесінде әртүрлі позиция түрін таңдауымыз болады. Яғни buy лимит, яғни ол жоғарыға қарай мен маркет төменге осы деңгейге келген кезде сатып алу buy лимит. Sell лимит, яғни сату лимиті осы деңгейге келген кезде автомат түрде сатып бастайды, жаңа айтып кеткендей. Яғни менің жағдайымда маған sell лимит керек. Тағы да бізде buy stop деген бар, және де sell stop деген бар. Олар жалпы деңгейден жоғарырақ асып кеткенде, яғни мысалы қазір көрсете кетейін түсінікті болу үшін. Мысалы қазіргі маркеттің деңгейі 23.322-де тұр. Бұл жағдайда мен buy лимит аламын. Ал егерде мен жоғарынан алғым келсе, яғни маркеттің жоғарынан 23.355-тен ашқым келсе, мына жерде көріп отырғандарыңыздай, ол үшін маған buy stop керек болады. Яғни маркет жоғарға кеткен жағдайда мен buy stopпен ашатын боламын маркетті. Керісінше sell stop, яғни маркет төменге қарай кеткен кезде бірге, яғни бір теченемен орысша айтқанда алып кетеді. Қазір мына жерде мен бағасын жазып жатырмын. Stop loss, қай бағадан ашу керек маркет, біздің позициямызды take profit қай жерден алу керек, барлығын телефонда көріп отырғаныңыздай барлығын жазып place деген кнопканы басамын. Яғни бұл маркетті бізге ордерға қойып қояды. Енді биткоинның бағасы 23.395 деңгейіне келген кезде автоматты түрде менің маркетім ашылады, $30 тәуекелге қойылады. Енді артынша маркет өзі ойнап, немесе ұтыс, немесе ұтылыс ретінде менің позициямды өзі автоматты түрде барлығын жауып тастайды. Яғни маған ешқандай артық жұмыс жасап керек емес. Яғни мен анализм жасадым, маркеттегі өзімнің sell лимит, buy лимит, немесе buy stop, sell stop лимиттарын қойдым, бағалардың барлығын анықтадым, тәуекелге қойып отырған бағамның барлығын есептедім, қанша лотпен, қанша лот size, яғни trade size мен ашу керегін есептеп, барлығын анықтап жасағаннан кейін маған ешқандай жұмыс, яғни менде ешқандай жұмыс болмайды. Мен тек артынша бір күннен кейін әр трейдерға әртүрлі. Енді мысалы swing трейдер болсаң 2-3 күннен кейін қарауыңа болады не болған, немесе day трейдер болсаң 1 күннен кейін қарауыңа болады. Сияқты менің бұл жерде басқа жұмысым жоқ. Мына жерде көріп отырғаныңыздай MetaTrader арқылы, яғни чартты тоже TradingView қолданбай-ақ қарауларыңызға болады. Осы жерден анализ жасап, осы жерден де трейд ашуларыңызға болады. Яғни ешқандай айырмашылық жоқ. Бірақ TradingView приложениесі жалпы өзіме ыңғайлы, сондықтан мен TradingView приложениесін қолданамын. Сіздерге де кеңес беремін TradingView приложениесін қолдануға. Жалпы осы видео сабақта мен көрсеткім келгені калькулятор, яғни есептеуге, лот сайз есептеу үшін қанша қалай есептейді, қанша доллар рискқа тәуекелге салып отырғандарыңызды көру үшін калькулятор керек болатын түсініңіздер. Артынша демо аккаунт ашып үйрендіңіздер IC Market арқылы, және де MetaTrader приложениесін қолданып үйрендіңіздер. Келесі сабақта енді техникалды анализді талқылайтын боламыз. TradingView приложениесімен көбірек жұмыс жасайтын боламыз келесі сабақта. Сау болыңыздар. Көп рахмет.